Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін қамыры қытырлап тұратын слоеный самсаның рецептісімен бөлісетін боламын. Суға 2 шай қасық тұз салып, жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Таза ыдысымызға құйып, үстінен ұнды електен өткізіп, қолымызбен жақсылап қамыр елейміз. Қамырды тындырып қоямыз. Тынғаннан кейін 3 бөлікке теңдей бөліп аламыз. Әрқайсысын жұқа етіп жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін үстіне ерітілген сары майды толықтай жағып шығамыз. Екінші қамырды да дәл осылай үстіне жайып, сары майды жағып аламыз. Үшінші қамырды да дәл осылай жасап, үстіне сары майды құйып, толықтай барлық шетіне жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін қолымызбен қамырды дәл осылай орап шығамыз. Бетін пищевой пленкамен орап, тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Жуа, тартылған ет немесе туралған ет, тұз бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырды бөліктерге бөліп аламыз. Әрқайсысын шеттерін жұқалау етіп жаямыз. Және дәл осы видеодағыдай жасап самсаларымызды түйіп аламыз. Қамырдың шетін дәл осылай бекітіп шығамыз. Формаға пергамент қағазын төсеп, бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, қызып тұрған пешке жібереміз. Мінекей достар, самсаларымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Сіздер де дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көріңіздер. Төменге описание бөліміне барлық ингредиенттерді жазып қоятын боламын. Баршаңызға ас болсын.